Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өте дәмді дастарханыңыздың сәнін келтіретін, дастарханыңызда кез келген етпен, тауық етімен, балықпен бірге ұсына беретін соус түрін көрсететін болам. Менімен бірге болыңыздар. Ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдымен чеснокты терканың майда жағына өткізіп алайық. Паприка салам, тұз, соевый соус, сұйық май, оливка майы, мед, соусымызға мен осындай арой соусын қосатын болам. Арой соусы осылай қоя тұрамыз да, ішіне қосатын қоспаларын турап салатын боламыз. Мұнда менде укроп, петрушка бар, майдалап турап соусымызға қосамыз. Болгарский перецті майдалап турап қосамыз. Чили перецін қосамыз. Менде жарты сәбіз бар, шала қайнаған, осыны ұсақтап, төртбұрыштылап тураймыз. Қыздар, міне мен қоспалардың бәрін қостым. Дұрыстап тұрып араластырып аламыз. Ішіндегі мед еру керек. Міне осымен біздің өте дәмді соусымыз дайын болды. Қазір ыдысқа салып көрсететін боламын. Менің жасаған өте дәмді соусым осылай шықты. Кез келген тауық етімен мен дайындаған соусым осылай шықты. Дастарханға әдемілеп тауық етімен, балықпен бірге қойсаңыздар, бірге күшті желмейді.